Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ораза қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға фаршталған макарон ұяшықтарын дайындаймыз. Және де витаминді салат, винегретті дайындаймыз. Ерекше рецепт винегрет алмамен. Ораза күндері асқазанға өте жағымды салаттың бірі. Қазір ғана блендерден өткізілген жас сиырдың етінен жасалынған фаршты аламыз, 400 граммдай. Мына жерде құрғақ дәмдеуіштер тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және құрғақ сарымсақты салып, жақсылап араластырамыз және майдалап туралған пиязды да фаршқа қосамыз. Енді осы барлық ингредиенттерді жақсылап қолымызбен араластырамыз осылай. Дайын болған фарштарымыздан дөңгелектеп шариктер жасаймыз. Өте үлкен емес және фрикадельки сияқты өте майда емес, орташа осындай шариктерді қолымызбен, алақанымызбен домалатып жасап шығамыз. Осы фарштан барлығы 12 шарик шығу керек. Видеода көрсетіліп тұрғандай қолымызбен нығыздап шариктерді бірдей формада жасап шығамыз. Біреу үлкен, біреу кішкентай болып кетпеу керек. Барлығы бір формада. Байқап қарасаңыздар, мен фаршқа жұмыртқа қосқан жоқпын. Езіліп кетеді немесе шашырап кетеді, болмаса піспей қалады деп еш уайымдамаңыздар. Фарштың барлығы қазір тамақты пісіру барысында 30 минуттың ішінде тез дайын болып шығады. Мінекей біздің фарштан жасалған шариктеріміз дайын болды. Қуырмаштың көкөністерін алдын ала турап қойдым. Пияз қосамыз, үккіштен өткізіп сәбіз және жартылай қызыл жасыл бұрыш қосамыз. Ал макарон ұяшықтарына Сұлтан фирмасының ұяшықтарын қолданамын. Газға табаны қойып, астына отты қаттырақ жағамыз. Табаға майды құямыз. Бірінші пиязды қуырамыз. Пиязды жақсылап сәл қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне сәбізді және жартылай жасыл қызыл бұрыштарды саламыз. Енді барлығын араластыра отырып, жақсылап майға қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын саламыз. Тағы да қуырмаштың ингредиенттерін жақсылап араластырамыз. Енді қуырмаштың үстіне аздаған су құямыз. Видеода көрініп тұрғандай қайнаған су құйдым, сондықтан тез қайнады. 2 шай қасық тұз және қара бұрышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Суды көп құймау керек. Егер аз болып бара жатса, үстінен кейін құюға болады суды. Енді мінекей макарон ұяшықтарын осылай орналастырамыз. Барлығы сиятындай бір-біріне жақын орналастырамыз. Бір-біріне жабысып қалмайды. Еш уайымдамай осылай жасай беруге болады. Мүмкіндігінше тығыз орналастыру керек. Өйткені өзінің формасын сақтап тұру керек ұяшықтар. Мінекей макаронның ұяшықтарының барлығын осылай орналастырып алдық. Енді осы барлық ұяшықтарымызды фаршпен толтырамыз. Дайындап қойған шариктеріміздің барлығын нығыздап ұяшықтардың ішіне саламыз. Піспей қалады, арасы шикі болып қалады деп уайымдаудың қажеті жоқ. Тамақ 30 минуттың ішінде дайын болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай тура осылай етіп жасап шығу керек. Енді үстіне аздап су құямыз. Өйткені мен алдында суды аздау құйған болатынмын. Енді қазанның қақпағын жауып, осылай пісіріп аламыз. Дайын болған тағамның отын өшіріп, үстіне осындай сырды үккіштен өткізіп саламыз. Егер ұнамайтын болса, салмай қойса да болады. Және қазанның бетін жауып, осылай қойып қоямыз. Тағамға макаронды салғаннан бастап, параллельно
мен көкөністерді булап қойған болатынмын. Оны осы жерден көруге болады. Мен осындай ыдысқа, пароваркаге, жалпы каналымда барлық көкөністердің барлығын осылай буға пісіріп аламын. Бүгінде де жасалатын салаттың көкөністерін буға пісірдім. Міне дайын болған көкөністерді 3 минуттың ішінде осылай найсер-дайсер құралымен тез-тез турап аламын. Көріп тұрғандарыңыздай, көкөністерді тез дайындап беретін құралдың бірі. Жұмыстан кейін көбінесе асығыс, тез-тез тағамды дайындап жіберетін кезде осы құралды мен үнемі қолданамын. Бұл құралмен турағанның артықшылығы барлық көкөністер бірдей формада туралады. Сол себепті салатта өте әдемі шығады. Бүгінгі жасалатын салатымыз алма қосылған витаминді винегрет деп аталады. Мінекей, көкөнісіміздің барлығы туралып болды. Қараңыздар, барлығы бірдей формада. Ыдысқа салып аламыз туралған көкөністерімізді. Енді дәмі қышқылдау келген көк алманы қосамыз. Алманы да көкөністер сияқты квадраттап турап шығамыз. Және бұл салаттың құрамына қосылатын, дәстүрлі түрде қосылатын жасыл горохты қосамыз. Заправкасына өсімдік майына жарты шай қасық горчица қосып, жақсылап араластырып алып, одан кейін салатқа қосамыз. Салатты араластырып, барлығын араластырып болғаннан кейін тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Дайын болған тағамымызды жайлап тарелкаға салып, дастарханға ұсынуға дайындаймыз. Қараңыздар, қандай әдемі, өте тамаша шықты. Иісі деген сондай керемет. Тоңазытқышта сәл тұрған салатымызды ыдысқа салып, тағаммен бірге қоса береміз. Міне қараңыздар, жұмсақ қамыры да өте әдемі пісіп шықты, фаршы да. Осындай салатпен бірге қосып ұсынасыздар. Достар, бүгін ауызашарға осындай дәмді тағам дайындадық. Сіздер де үйден дайындап ауыз бекіткен жандарды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.